Ассаламу алейкум, Металл KZ каналдың тіркелушілер және қонақтар. Бүгінгі видеода біздер осындай екі тюнер бөлшектейміз. Бұл менің досым беріп жүрген заттардан, соңғы заттарым. Ал негізінде айтса кетсем, бізде видеода, каналымызда видеолар бар, мына тюнерлер жайлы. Кәдімгідей тюнерлер ғой енді. Тек мына жерде мынандай айырмашылық бар екен. Мына жерде смарт-карт салатын жері бар. Ешқандай құпия заттар емес. Меніңше ішіндегі бұндай көп зат болмайтын сияқты. Сонда да бөлшектеп көрейік. Құрамында қандай металдар бар екен. Мүмкін алтын бар шығар ішінде. Күмістер бар мына жерде мінекей. Алтындар бар ма екен? Соны біздер қазір мына видеоларды қарап, бәріміз бірге қызықтаймыз. Ең бірінші мен осыдан бастаймын. Кішкентай тюнерден. Мына жерде смарт-карт салатын жері бар. Мүмкін ішінде контакттар алтын жалатқан шығар. Көрейік, достар. Мен әдеттегідей камераны өшіре саламын. Шуруптарын ағытып алайын. Содан соң қайтып қосылармын. Құрметті достар, мінекей мына Samsung деген тюнерді аштым. Бәріміз бірге қызықтайын деп, как обычно, крышканы ашамыз. Әдеттегідей қарап жіберейік. Мына қызық чиптерді бар екен мына жерде, төртсторонний, төрт жақтағы выводтармен. Басқа не? Мынаны ашып көрем, бөлек. Так, және болды, басқа ештеңе көріп тұрған жоқ, мына мыстардан басқа. Сонымен мен қайтып камерамды өшіре салайын. Кейінірек қосылармын. Құрметті достар, мына бірінші тюнерді аштым. Мынау енді темірлер. Мынау ішінде жаңа сим карта кіретін жерді мен уже отверткамен сындырдым да. Міне, ішінде мынандай алтын жалатқан сәл контакттар бар екен, оларды біз обязательно аламыз бұйырса. Және алатын заттар мына жерде мынандай чиптер бар. Төрт-төрі кішкентайлар бар, үлкендер бар, бәрін аламыз. Әрине міне аз-маз болса да мыс. Мыналардың іштерінде көп қызықты заттар болмайды негізінде. Ашып көрейік сонда да. Мында микросхема, енді SMD бәрін аламыз. Мұның ішінде сондай шығар деп ойлаймын. Чип, SMD, басқа алатын зат жоқ мұның ішінде. Сонымен бірінші тюнеріміз қарап болдық. Енді міне алдында мұндай панель бар екен ғой. Беттегі тұратын панель, жаңа микросхема және мынандай кнопкаларды ішінде күміс жалатқан контакттар болады, оны аламыз бұйырса. Енді жайлап мына затқа көшейік. Екінші тюнер. Осыны ашып бастаймын. Ал камераны сөндіре саламын, әдеттегідей. Себебі мына шуруптарды ағытып алайын. Сосын қайтып қосылармын. Ашайық мұнаны. Мінекей. Сарайда, гаражда тұрған заттардың состояниясы осындай болады әрине. Мен енді қазір камерамды өшіре салайын. Мыналарды дұрыстап тұрып. Сосын қайтып қосылармын. Құрметті көрермен, мына жатқан ұялы телефондар жақында інім беріп еді. Соларды бұйырса мен сотовый телефондар, планшет заттар жинап отқан коробкаға лақтырамын. Алла қаласа
бір күн осы телефондарды ашармыз. Құрамында қандай металдар бар екен, бәрін көреміз. Ал мен жалғастырайын. Мына жаңағы екінші үлкен тюнерді мен платаларды мінекей жуып келдім. Тап-таза болды. Енді көргендей, мына жерде алатын заттарда мыс, басқа ештеңе жоқта. Мынандай полубочонкалар бар, оларды енді бөлек жинаймын тоже. Мынаның ішінде мыс, катушка, изоляцияның астында. Онда аламыз. Мына үлкен платаның ішінде алатын мынандай чиптер бар. Чиптерді бәрін аламыз, әрине. Мыналарды бұзым керек еді. Ішінде не заттар бар екен, көреміз. Мінекей, мында да чиптер бар. Аламыз, әрине. Чип. Мынаның ішінде дым жоқ. Бос тұр екен, ішінде ешкім дым жоқ. Мында бір қызық заттар бар екен, достар. Жоқ. Мен мыналарды алтын жалатқан контакттар деп ойлап едім ғой. Бұл деген тек мынаның астында тұрған пайкілер екен ғой. Ештеңе етпес. Ондай да болады екен. Шылмаймын дейді ғой мынау қайтып. Қазір біз оны. Мен мына заттарды көрейін деп едім, қандай екен, күміс па, күміс емес па. Бұл жай темірлер шығар, латуневый шығар мүмкін. Я магнит алмайды. Бірақ егеумен ексек асты сарғайып тұр екен. Бұл латунь болу керек. Мына шумеларды шығарып бәрін латундарға лақтырамын бұйырса. Сонымен құрметті достар, мына платаларды бәрін көріп болдық. Екі тюнерді аштық. Мынау біреу, мынау екіншісі. Екі тюнер алдарыңызда. Сонымен видеоны мен бітірейін. Сендермен қоштасайым. Келесі кездескенше құрметті көрермен, денсаулықтарың мықты болсын. Жанұяларыңыз аман болсын. Сау болыңыздар. Благодарю за внимание.